Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлерінің әскери институтында халықаралық айбын жиынның салтанатты ашылу рәсімі өтті. Шара басталмас бұрын Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетов пен қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов және батырдың қызы Айсұлу Нұрмағамбетова мен шетелдік делегациялар Сағадат Нұрмағамбетовтың оқу орнындағы ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Онан кейін 6 мемлекеттен келген 50 команда сапқа тұрып, 10-шы айбын халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны туралы республикалық жастарбаз қозғалысының төрағасы майор Мейірбек Меңдіғалиев қорғаныс министріне баяндама жасады. Және Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетов мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзара татулықты ту еткен айбын қатысушыларына арнаған сәлемдемесін жеткізді. Желаю вам всем здоровья, благополучия и успехов на предстоящих состязаниях. Қасым-Жомарт Тоқаев. Кеңес одағының батыры халық қаһарманы тұңғыш қорғаныс министрі армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдық мерейтойы қарсаңында өтіп жатқан айбын қатысушыларына қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов ақжарма тілегін арнап алдағы сайыстарға сәттілік тіледі. Нам переданы наследство честность, сдержанность и уверенность. Бұл жиын 10 жылдық тарихы бар жиын. Бұл жиын енді мерейтойлық жиын болғандықтан осы құрлық әскерлерінің әскери институтында биыл Сағадат Нұрмағамбетұлы халық қаһарманы кеңес одағының батыры тұңғыш қорғаныс министрі атамыздың 100 жылдығына орай және де Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдығына орай осындай керемет әскери патриоттық жиын өткізіп жатырмыз. Бұндай жиындар жыл сайын өткізіліп жатыр. Қорғаныс министрінің қолдауымен өткізілетін бұл жиын. Барлық өңірлерде іріктеу кезеңдері өтеді. Ауылдық, аудандық, қалалық, облыстық деңгейде. Осы республикалық деңгей қазір енді халықаралық деңгейде ұйымдастырып отырған жайымыз бар. Алматы төрінде тарихы тығыз байланысқан көршілес елдердің бүгінін бірге бағамдап, келешегінің кемелденгенін қалайтын жастары бас қосып, бірлік байрағын бірге көтергені бейбіт заманның белгісі екені анық. Осы ретте алыстан ат арылдық келген қонақтар қазақ елінің қонақжайлығын тілге тиек етіп алғыс білдірді. Мы очень рады здесь присутствовать, готовились, понимаем уже сейчас, где нужно готовиться лучше, подсматриваем, может быть, даже опыт проведения такого крупного мероприятия, потому что 50 команд, действительно, это порядка 1000 человек здесь находится на площадке, это очень здорово. Это соревнование вообще очень хорошо сделали, все аккуратно, все безупречно. Наши тоже хотят выиграть, иншаллах, так и будет. Вот как нам здесь изначально собрали, сказали то, что основная задача мероприятия – это сплотить команды, сплотить международные команды, дружбу народов, чтобы соревновательный этап не мешал дружбе. И на данном этапе я хочу сказать, что это получается полностью на все 100%. Приятно смотреть, что перед каждым соревнованием между собой делятся опытом, рассказывают друг другу. Это достойно уважения. Бейбітшілік пен ұлтаралық достықтың айнымас белгісіне айналған айбын әскери патриоттық жиынының ашылу салтанатында бұдан бөлек Голливуд деңгейінде өнер көрсетіп жүрген номад каскадерлерінің қатысуымен көркем қойылым көрсетілді. Одан бөлек ұлттық әскери патриоттық орталығының ансамблі және орталық әскери оркестрдің сүйемелдеуімен қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Жамиля Серкебаева өнер көрсетті.